Қазір мен сіздерге Астана қаласының ең басты ғибадатханасын құлшылық жасайтын жерін, католиктердің шіркеуін, киелі Петр мен Павелдің соборын көрсетемін. Міне киелі Петр мен Павелдің шіркеуі Астана қаласының готика стилінде жасалған. Қандай тамаша, керемет деуге болады. Нағыз архитектура деген осы. Қараңыздар, адамның қолынан не ғана келмейді. Мынандай сұлулықты салу біздің Қазақстанның діннен басқа дін болса да, біз қазақтар үнемі осы діндерге, жаңағы тілге толерантты түсінушілікпен қарайтын халық болғандықтан, мен үшін бұл діни тұрғыдан емес, архитектуралық, мәдениет, өркениет жағынан өте қызық болып тұр. Мен алғашқы рет осында 2015 жылы келген болатынмын. Осында фотоға түскенмін, ішіне кіргенмін. Білмеймін, бүгін кіре алам ба? Құлшылық болмаса кіре алатын шығармын. Ол мына теңіздің жағасында орналасқан. Міне күнге шағылысқан шіркеудің екі мұнарасы готикалық стилінде, мен айтқандай салынған. Сондай керемет, Руанның немесе Көлнің соборларына ұқсайды екен. Википедиядан осының салынған жылын көруге болады. Асқақ ғимарат. Шынымен адамдар бұндай шіркеулерді не үшін салған, бұндай ғибадатханаларды не үшін салған деген сұраққа негізі былай жауап береді. Адам өзінің Құдайдың алдында өте төмен жаратушының билігіндегі бір мақұлық ретінде өзін сезіну үшін, шіркеудің ішіне кіргенде Құдайдың ұлы мәртебелі, ұлы асқақтығын сезіну үшін салынған дейді. Бұл енді Еуропадағы ең үлкен собор емес қой, ал егер ең үлкен соборларына кірсеңіздер, тіптен де одан да бір қорқынышты, үрей туғызатын мүмкін сезім тудыратын шығар. Мынау басқа қырынан, басқа жағынан алғанда алаңдағы көрініс, нелер құрылыс жұмыстары жүріп жатыр бұнда. Есіктер жабық, әйтпесе ішіне кірейін десем, мынаны чапел дейді ғой деймін, осы орысшасы часовня. Мен негізі осындай діни архитектураны өзім жақсы көремін. Мұсылман болсын, христиан болсын, буддист, сик, индуист болсын. Өйткені адамдар өзінің барлық ақылын, дарынын, жаңағы несін, қиялын, бар күшін салған осындай ғибадатханаларды салуға. Leander Villain Plain. Мен енді Нидерланд тілін білмеймін. Әлде мынау латын тілінде жазылған ба? Оқып көрейін. Christus hieft ons bij en zich voor ongeslapte. Оқи алмайды екенмін. Бұл бір Інжілден алынған не ғой? Библиядан алынған өлең жолы. EPB V12 деп жазылып тұр. Яғни бұл несі шығар? Нөмірі